Лавр жапырағы мәңгі жасыл болып тұратын лавр ағашының не бұтасының кемірілген жапырағы. Кавказдың Қара теңіз, Қырымның оңтүстік жағалауында өніп өсетін табиғи өсімдік. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек, енді біріміз білмейміз. Оның құрамындағы эфир майы, органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өсетіндіктен, оның адам ағзасына пайдасы зор. Осы видеода көрінетін пайдалы ақпарат көптеген адамға көрінсін десеңіз, онда лайк басып, каналға тіркеле өтіңіз. Бұл біздің потенциалымызға жақсы әсерін тигізеді. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатыны туралы айтамыз. Лавр жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стақан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ ішерден бұрын жарты сағат алдын ішкеніңіз жөн. Емделу курсын 2 аптаға создырыңыз. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стакан салқын су құйып 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр сусын қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсын 1 жеті созған жөн. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы қасиеті бар. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл егіңіз ісінсе, қан жел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнап жүріңіз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағы сізге көмекке келеді. Лавр жапырағының иісі дәрілік шайгүн шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде, ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер де сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан, үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып, қайнатып, бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Оның биіктігі 20-25 метрге дейін жетеді. Жапырақтары жұмыртқа формалас ақшыл, сарғыш гүл ашады. Гүл жапырақшаларының ұзындығы 5-11 сантиметр аралығында болады. Жемісі сүйекті қара қоңыр болып келеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қараша айында піседі. Жапырағын жас бұтақтармен жылына 2 рет маусым-тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен тамырынан камфора иісті затын, эфир майларын өндіреді екен. 6 граммдағы B100 дәрумен дерлік тәуліктік доза 97%-ді құрайды. Лаврушкада А, С және Р дәрумендері бар. Ал лавр жапырағын марганец пен темірдің құрамындағы чемпион деп атауға болады. Алғашқы 100 грамм дәмдеуіште 8,167 миллиграмм. Бұл тәуліктің нормасын 408%-ын құрайды. Екіншісінде 43 микрограмм 239%-ды құрайды. Кальцийдің жоғарғы 3 микроэлементтерін жабады. Оның 100 грамм лаврушкадағы мөлшері 834 миллиграммды құрайды. Сонымен қатар, лавр жапырақтары омега-3 және омега-6 сияқты полиқанықпаған май қышқылдарына бай деп айтады. Лавр жапырағының құрамында кездесетін линолен және линол полиқанықпаған қышқылдары таниндер, камфора, құмырсқа, капрон және сірке қышқылдары болады екен.
Лаврушканың нағыз байлығы эфир майы. Дәмдеуіштерге өте керемет хош иіс беретін оның компоненттері. Мысалы, қақырық түсіретін монотерпеннің камфора эфирі иісі болса, бактерияға қарсы эгвенолдың күшті қалампыр иісі бар. Америкалық шөп жазушысы Скотт Каннингем лавр жапырақтарының эфир майының химиялық құрамын зерттей отырып, оның құрамындағы 65 түрлі құрамдас бөліктерді санады. Лавр жапырағының пайдасы. Эфир майы лавр жапырағын тамаша антисептикалық етеді. Біздің ата-бабаларымыз жапырақтарды жағып, ауаны дезинфекциялап, лаврушканы тағамға қоса бастағанда, онымен дәмделген ыдыс-аяқтардың ұзағырақ сақталғанын анықтаған екен. Ежелгі заманнан бері ішек ауруларын лавр жапырағымен емдеген және бекер емес. Заманауи ғалымдар бұл өсімдіктің қайнатпалары мен сығындыларының ас қорытуда жақсаратынын және бактерияға қарсы, вирусқа қарсы, қабынуға қарсы, қант диабеті жоғарыда айтқанымыздай қарсы қасиеттері бар екенін анықтаған. Лавр жапырағының ерілерге пайдасы. Лавр жапырағының құрамындағы пайдалы микроэлементтер жүрек пен қан тамырларын нығайтады, қан айналымын жақсартады. Лаврушканың бұл қасиеті ерлер үшін пайдалы, өйткені олар көбінесе жүрек қан тамыр ауруларына бейім келеді. Лавр жапырақтары атеросклероз және ишемиялармен күресуге, деменцияның алдын алуға көмектеседі. Мырыш басқа заттармен бірге сперматозоидтардың жетілуін ынталандырады және олардың белсенділігін арттырады деп атап көрсетеді доктор Армашева. Сонымен қатар, лавр жапырағы потенциалды қалпына келтіруге көмекші ретінде және простата аденомасының профилактикасы ретінде көрсетілген. Лавр жапырағының әйелдерге пайдасы. Лавр жапырағы үйдегі косметологияда қолданылады. Лавр жапырағы қайнатпасынан сіз бетке безеуге қарсы лосьондар жасай аласыз. Танниндер теріні құрғатады, ал антисептиктер дезинфекциялайды. Сонымен қатар, бұл жапырақта адарумин де бар екенін ұмытпаңыз. Ол тек әйел сұлулығы мен репродуктивті функцияның витамині деп аталады. Зерттеушілер лавр қайнатпалары қайызғақтан арылуға және бас терісінің май бездерінің секрециясын реттеуге көмектесетінін анықтаған. Шашыңызды лавр сумен шайсаңыз, олар күшті болады. Сонымен қатар, жапырақ денеден артық сұйықтықты кетіреді және метаболизмді тездетеді. Бұл қасиеттер салмақ жоғалту үшін пайдалы келеді. Суық тиіп қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стақан суға салып, үстінен біраз қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып, жылыдай ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болу қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Көз бұлшықтанып, түйіліп ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, тампон қояды. Осы судан ішуге болады. Лавр жапырағынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стақан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтан ірің су аққан кезде ішіне тамызады. Қан қысымын төмендету үшін 4 тал лавр жапырағын 1 стақан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кешкі ас алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160-90 болса, жоғарыдағы мөлшерге 1 шай қасық ас көп қосуға болады. Лавр жапырағынан әртүрлі тұнбалар мен шырынды сусындар дайындауға болады. Алайда, ең тиімді әрі ыңғайлы тәсілі оны күнделікті шайнап жүру. Оның 1 бүтін талшығын жұтуға асықпай, 1-2 минуттай шайнап жүрсеңіз, барлық жоғарыда айтылған витаминдерді және минералдарды алуға, ағзаға сіңіруге болады. Мысалы, күніне 1 рет 1 жапырақты ауызға салып, 1 минуттай шайнап жүрсеңіз, тұмауды тез жеңесіз. Оның антисептикалық қасиеті оянып, сіздің бойыңыздағы бактериялардан залалсыздандырады. Соңында шайнап болған соң қалдықты түкіріп тастасаңыз жөн. Құрметті оқырман, менің каналыма жұмсалып жатқан еңбекті бағаларсыз деген үмітпен сізден каналыма тіркелуді сұраймын. Алдын ала рахмет. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз менің үлкен мақсатыма жетуге мүмкіндік берер еді.